Қайырлы күн достар, сіздермен Балжан. Бүгін сіздерге тауық сорпасының рецептін ұсынамын. Ол үшін қазанымызға су құйып, үстіне тауық етін салып қайнатамыз. Оған дейін керекті заттарды тура аламыз. Ол үшін бізге қызанақ, пияз, сәбіз және де картошка мен дәмдеуіштер қажет болады. Біздің сорпамыз қайнап шықты. Енді осылай бетіндегі көбігін сүзгішпен алып тастаймыз. Енді сорпамыздың үстіне пиязымызды, сәбізімізді және қызанағымызды саламыз. Қызанағымызды салып болғаннан соң дәміне қарай тұз және де дәмдеушімізді қосып 15-20 минуттай қайнатамыз. Орташа отта қайнатамыз. 20 минуттай қайнатқаннан кейін үстіне картошкамызды салып, картошкамыз піскенге дейін тағы да қайнатамыз. Мінеки сорпамыз осымен дайын. Мен тауық етін алдын ала кесіп, осылай кеселерге бөліп салдым. Енді үстіне сорпасын құйып, дастарханымызға ұсына береміз. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ал ас болсын. Егер де видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.